Сіз қалай түшкіресіз? Түшкірген кезде дем шығаратын бұлшықеттер жиырылып, өкпедегі ауа күшпен мұрын арқылы әсер еткен затты сыртқа шығарады. Процестің мақсаты бір болғанымен, әркімде әртүрлі жолмен жүзеге асады. Біреулер қатты дыбыс шығарып түшкірсе, енді біреулердің түшкіргені білінбей де қалады. Бір қызығы, түшкіргеніне қарап, адамның қандай екенін анықтауға болады. Бар даусымен түшкіретіндер. Қоршаған ортасына өз ықпалын жүргізе алатын харизматикалық тұлға. Сан қилы идеяларын жұртпен бөліседі. Адамдарға ашық жарқын қабақ танытады. Кез келген әңгімені сабақтап әкетеді. Түшкіргенін ешкім білмей қалатын адамдар. Біреуге зияным тигенше өзім жарылып кетейін дейтін нағыз көркем мінез иесі. Ол үшін өзінен гөрі өзгелердің көңіл күйі әлдеқайда маңызды. Текетірестен қашады, шыдамды, сабырлы, кейде өзінің біреуге бағынышты болып қалғанда байқамай қалады. Үнсіз тыңдап, көмегін беріп жүретін адамдар. Мұрнын орамалмен немесе алақанмен жауып түшкіретін адам. Бұл дегеніміз ой иесі. Алдын ала ойланбай ештеңе істемейтін, ойланбай сөйлемейтін, қоғамдағы әр құбылысқа ой түйе жүретін адам. Өзгелердің қателігін де көре алады, бірақ бетіне басып айтпайды. Жаңа көзқарас қалыптастыратын кітаптар оқиды. Барысын өзі атқарады, біреуге жүктей салуданады. Әдетте демалысын үйде оңаша өткізеді. Тез әрі ащы түшкіретін адамдар. Бұлар жалғыздықты сүйетін адамдар. Шешімді тез шығаратын, өзгелерден де соны талап ететіндер. Біреуге арқа сүйеу әдетінде жоқ. Көшбасшы, жақсы басшы. Өзін біреудің пайдаланғанын білсе, ешқашанда кешірмейді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.